Жақсы ойлаудың маңызы хуснизан. Жақсы ойлаудың маңызы ислам дінінде суизан және хуснизан деген қос термин бар. Суизан біреу жайында жаман ойлау, хуснизан біреу жайында жақсы ойда болу. Немесе ғалымдардың берген анықтамасымен айтқанда, жақсы ой мен жаман ой қатар келгенде жақсы ойды таңдау. Мысалы, біреумен кездесер кезде кешігіп жатса, оны кінәламай, мүмкін намаз оқып жатқан шығар, немесе бір жағдай болып қалған шығар деген сияқты жақсы ойда болу білдіреді. Суизан, жаман ойлау, адамдар арасында дұшпандықты, ренішті, бауырлар арасындағы туыстық байланысты үзуге алып келеді. Сол себепті дініміз жаман ойлаудан ұзақ тұруды кеңес етеді. Ал жақсы ойлау, керісінше адамның жүрегін тыныштандырып, жүйкелеріне пайдалы, әрі десе достық, бауырмалдық сезімдерін және ренжімеуге үйретеді. Және де өзгелерге деген дұшпандық сезімін тудырудан ұзақ болады. Жақсы ойлауды Аллаға қарасты жақсы ой және адамдарға қарасты жақсы ой деп бөлуге болады. Аллаға қарасты жақсы ой дегеніміз жақсы ойда болу уәжіп болмақ. Сахаба Жәбір радиаллаху анху жеткізген хадисте ол былай дейді: мен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам қайтыс болуына 3 күн бұрын былай дегенін естідім: ешқайсының Аллаға байланысты жақсы ойда болмай тұрып өлмесін деді. Алла жайында жақсы ойда болуды ғалымдар былай деп түсіндіреді: Алла жайында жақсы ойда болуды пенденің Аллаға оған мейірімін төгеді, оны кешіреді деп ойлауы. Аллаға қарасты жаман ойда болу Алладан үміт үзуге алып келеді. Ал Құранда болса Алланың мейірімінен тек кәпірлер ғана үмітін үзеді делінген. Алла жайында жақсы ойда болу керек жағдайлар: өлім төсегінде, қиын қыстау кездерде, тұрмысы тарылғанда. Мысалы, бұл уақытша жағдай Алла тұрмысымды жақсартады, ол ризық беруші, бай қылушы деп деу сияқты. Қарызынан құтыла алмай кеткенде, бұл кезде де Аллаға сыйынып, оған тәуекел етуі тиіс. Дұғаларында «Я ием, қарызымды төлеп бер» деп десе де болады. Дұға тілек жасағанда, дұға тілек жасап, Алладан бір нәрсе сұрағанда, Алла тағалам дұғамды қабыл етеді деген ойда болу керек. Тәубе жасағанда, мысалы, мұсылман кісі күнә істеп қойған соң Аллаға тәубемді қабыл етеді деген үмітпен тәубе етуі тиіс. Ал Алла бәрібір кешірмейді деп Алла жайында жаман ойда болуға болмайды. Күнәсін қайталаған пендесінде Алла тағала кешірмейді, егер шын тәубе етіп, ісіне өкініп кешірім тілесе. Адамдарға қарасты жақсы ойда болу. Мұсылман адамға өзінің діндас мұсылман бауырлары жайында жақсы ойда болмағы ләзім. Әсіресе адалдығы мен жақсы жөні басым адамдарға қатысты жақсы ойда болғаны жөн. Соның ішінде өзінің бауырлары мен достары турасында да жақсы ойда болуы керек. Мүмкіндігінше бауырларына, дін бауырларына бірден кінә артқаннан гөрі үзір іздеген абзал. Бір істеріне немесе сөздеріне қарап бірден ренжімей, оған ақтап алар бір себеп іздеген жөн. Шайтанның араласуына жол бермеу керек. Естелікті даналарының хуснизан жайында айтқан ақылдары: 3 нәрсеге адам баласы әлсіз, олар жаман ырым, жаман ой және көре алмаушылық. Жаман ойдан құтылудың жолы ол жайында айтпау. Көре алмаушылықтың құтылудың жолы бауырына жамандық тілемеу. Жаман ырымнан құтылудың жолы оны іске асырмау. Достың досына қатысты 4 түрлі амалы бар. Олар қудан бұрын кешіру, кінәлаудан бұрын жақсы ойда болу, сұрамай тұрып беру, бетіне баспай тұрып үзір тану. Қорытынды айтқанда, ислам діні мұсылмандардың адамдарға қатысты жақсы ойда болуды және оларға қатысты жаман ойда болмауды үйретеді. Әсіресе адалдығы мен жақсы жағы басым болған адамдарға қатысты жаман ойда болу күнә болады. Өйткені адамдардың сырлары мен олардың ішкі жан дүниелерін бір Аллаға ғана біледі. Құранда жаратушы Құдай тағала былай деген: ей иман еткендер, көп ойдан ұзақ тұрыңдар, шынында кейбір ойлар күнә.
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір сөзінде жаман ойдан ұзақ тұрыңдар, шынында ой ең кәзап сөз деген. Өкінішке орай бүгінгі қоғамда су-изан, яғни біреулер жайында жаман ойда болу құлқы басым. Біреу сүрініп қателік істесе немесе бір нәрсені қате айтып қойса, ел болып соны сөгіп сынап жер-жебіріне жетіп жатамыз. Ал оның пенде екендігін және қателесуге қақы бар екендігін ескермейміз. Ал хусни-зан, яғни жақсы ойда болушылық көбірек болса, адамдар да көбірек кешірімді болар ма еді деген ойдамыз.